Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Ал мен егіздер белгісіндегі адамдарға арналған қызықты кеңесімді ұсынатын боламын. Ал жалпы 30 сәуір күні жер бетінде күннің тұтылуымен бірге жаңа ай туады. Жаңа айда қандай бізге өзгерістер болатынын мен өткен видеоларымда айтып кеткен болатынмын. Ал 3 мамыр күні Венера 11 домға келіп тұр сіздерге. 11 дом жаңа коллективті, жаңа достарды білдіреді, онлайн бизнесті білдіреді. Бір интернет арқылы бір жаңа достар табуыңыз мүмкін, жаңа армандарыңыз пайда болуы мүмкін, танысулар болады. Егер сізде онлайн бизнес болса, сізге ақша алып келеді. Ал 10 мамыр күні Меркурий кері бағытта айналады. Меркурий планетасы кері бағытта айналғанында ешқандай құнды заттар сатып алудың қажеті жоқ. Бұл 3 маусымға дейін кері бағытта айналады. Бұл Меркурий 12 домға келіп тұр екен. Ал 12 дом көптен көрмеген туысқандарды білдіруі мүмкін, өте алыс жерді білдіреді. Сол себепті сіздерге көптен көрмеген адамдарыңыз, туысқандарыңыз қонаққа келуі ықтимал. Сізге хабарласуы мүмкін. Көптен бір қалып кеткен істеріңіз болса, соны аяқтайсыздар. Одан кейін бұрынғы жігітіңіз немесе қызыңыз, егер басыңыз бос болса, бұрынғы жігітіңіз немесе қызыңыз сізге хабарласады. Қайтадан кездесіп бастайсыздар. Ал 11 мамыр күні Юпитер 11 домға келіп тұр екен. Юпитер жалпы мен бір видео түсірген болатынмын планеталар жайлы, сол жерден көрсеңіздер болады. Юпитер планетасы барлығын үлкейтетін планета, өте үлкен бақыт деп аталатын планета. Ол қандай домға келіп тұрса, сол домды үлкейтеді. Мысалы, ақшаға келіп тұрса, ақшаңызды көбейтуі мүмкін. Ал бұл жерде Юпитер 11 домға келіп тұр екен. Бизнесіңіз үлкейіп, достарыңыз көбейе түседі. Бизнесте жақсы ақша таба аласыздар. Сізді тыңдайтын адамдар көп болады. Бала көтеруіңіз де мүмкін. Жалпы мамыр айында көптеген әйел адамдар бала көтеруі ықтимал. Себебі бала көтеретін екі планета көмектесетін жалпы. Бала көтеруге көмектесетін екі планета бірге келіп тұр. Мен тек мүмкін деген сөзді ғана айтамын. Басқаша ойлап қалып жүрмеңіздер. Енді бұл барлығына арналған болжам болғандықтан, енді әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Сосын мен 12 домға қатысты ақпаратты осы болжамдарды аяқтаған соң шығаратын боламын. Ал 16 мамыр күні лунное затмение болады. Лунное затмение бұл кезде полнолуние болады, ай толуы болады. Ол сіздерге 6 домға келіп тұр екен. Өздеріңіз білесіздер, 6 дом денсаулыққа, жұмысқа жауап беретін дом. Жұмысыңыз жеңіл болуы мүмкін. Сіз жасайтын мекемеде бір өзгерістер, заңдар өзгеруі мүмкін. Денсаулығыңызда өзгерістер өте көп болады. Ем қабылдауларыңыз ықтимал. Жаман әдеттерден арылуға жақсы кезең. Санаторийға барып, денсаулығыңызды қалыпқа келтіре бастайсыз. Ал 22 мамыр күні Солнце 1 домға келіп тұр екен. Жалпы Солнце деген өте жақсы планета. Ал 1 дом өзіңіз деген мағынаны білдіреді, яғни өзіңізде бір жаңа күн келеді деген сөз. 1 дом стиліңізді, прическаңызды, өзіңізде бір өзгерістер болады. Елдің алдына шығуыңыз ықтимал. Ал 25 мамыр күні Марс 11 домға келіп тұр екен. Жалпы Марс ол өте белсенді, активный планета, және де ол конфликті болуы мүмкін Марс планетасында. Сол себепті бір достарыңызбен конфликт болуы ықтимал. Командаңызға адам аласыз,
бірнеше адам болып жұмыс жасайтын боласыздар. Бір жаңағы айтқанымдай, Марс өте белсенді планета болғандықтан, бір достарыңыз арқылы ма, немесе әріптестеріңізбен ба, жаныңыздағы адамдармен ба, бір конфликтіге ұрсып қалу ықтимал. Мен сол себепті ерте айтып жатырмын, ешкіммен ұрыспаңыздар. Сосын маған көптен жазады, ұрысуды көп жазасың, ананы көп жазасың деп. Мен тек ықтимал деген сөзді көбірек айтам. Сол себепті алдын ала жоспарлаған дұрыс, ұрыспаған дұрыс. 29 мамыр күні Венера 12-ші домға келіп тұр екен. Өздеріңіз білесіздер, 12-ші дом көптен өте алыс деген мағынаны білдіреді. Венера ол әдеміліктің планетасы. Бір алыс адамдарға бір сыйлық сыйлауыңыз мүмкін, қайырымдылықпен айналысатын боласыздар. Ешкімге айтқыңыз келмейтін бір махаббат оқиғасы болуы ықтимал. Алыстан ақша келеді. Мысалы, сіздер бір YouTube арқылы, или Instagram арқылы, TikTok арқылы видео түсіресіздер, және сіздерге бір алыстан рекламаға ақша беруі ықтимал. Ал 30 мамыр күні жаңа ай туады, ол сіздерге 1-ші домға келіп тұр екен. Жалпы бұл айда егіздер, сіздерге 1-ші дом өте белсенді. Сол себептен өзіңіздің атыңызды да ауыстыруыңыз ықтимал, стиліңізді ауыстырасыз, өзіңізде бір жаңа дүние пайда болады. Немесе үйіңізге, комнатаңызға, бөлмеңізге жаңадан дүниелер сатып алатын боласыздар. 30 мамырда жаңа жұмыс, жаңа адамдар, жаңадан өзіңізге бір заттар сатып алатын боласыз. Жалпы 30 мамырда кім 30 мамырда туылса, осы 2022 жылы өміріне жаңа адам келуі мүмкін, немесе бала дүниеге келуі мүмкін, жаңа жұмыс болуы мүмкін, немесе жаңа бизнес бастауы ықтимал. Немесе жаңадан үйге көшуі де мүмкін. Жаңа үйге, жаңадан үй сатып алып, көшулер де ықтимал. Жаңадан қарым-қатынас бастауыңыз да мүмкін. Барлығы бір жаңа деген дүниемен бір байланысты болады өміріңіз. Осы кезде, жалпы 30 мамырда 1 маусымда қандай іс бастасаңыз да, соның жемісін жылдың соңында жетім боласыздар. Енді бұл кезде барлығы өзіңіздің қолыңыз өзіңізге байланысты болып тұр. Қандай іс жасасаңыз да, енді жақсы болса жақсы болады, барлығы жақсы болады. Ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Мені тыңдағандарыңызға көп рахмет. Ал егер базы оқимын деген адамдар болса, жекеге шықса болады. Комментарий қалдырып кетсеңіздер, мен өзім хабарласамын. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.